Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 2025-те тренд болған Орео қосылған сметанник пирогын әзірлейміз. Дәмі өте керемет болып шықты, өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып араластырып аламыз. Бөлме температурасында немесе еріп тұрған сары майымызды салып тағы да араластырамыз. ұн, какао, қопсытқышты бірінші араластырып аламыз және де осы сұйық массамызға біртіндеп салып отырып араластырамыз. Осындай жұмсақ әдемі қамыр иленіп шығады. Біздің салмамыз дайын болғанша пакетке салып холодильникке 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қантты қосып бірінші жақсылап араластырып аламыз. Қаймақты салып тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне Орео печеньелерін ұсақтап саламыз. Салмамыз дайын болды. Ал енді қамырымызды формамызға біркелкі етіп жайып, шет-шетін жоғары көтеріп, әдемілеп орналастырып аламыз. Дайын болған салмамызды саламыз. Салмамызды салған соң бетіне Орео печеньелерін бүтіндей 5-6 данасын әсемдік үшін саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай салмамыз осылай әдемі болып көтеріледі. Енді дайын болған пирогымызды толықтай суытып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Дәмі өте ерекше болады екен. Орео печеньелері ерекше дәм береді екен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Салмасы да, қамыры да өте жұмсақ болып дайын болды. Рецепт бойынша 1,5 ас қасық кукуруза крахмалы қосылады, бірақ мен оны қоспадым. Қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Менің каналымда қаймақты бәліштің, яғни сметанниктің рецепті бар. Описаниеде сілтемесін қалдырамын, қарап көрсеңіздер болады. Көрсетілген өлшемдер бойынша дайындайтын болсаңыз, сіздерден де бір жасаған нан идеальны болып шығады. Видео рецепт ұнады және сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше.